Құдайды ұмытып кететін адамнан қорқу керек. Құдайын ұмытатын адам, ол адамның шекарасы жоқ адам. Ол адамның жазасы қандай білесіз ба? Құранда айтады: "Уаман а'рада ан зикри", кімде-кім менің зікірімнен теріс бұрылатын болса, фа инна лаху маишатан данка, ол кісінің өмірі тар болады. Иә, ол кісі ешқашан өмірінде береке таппайды. Өздеріңіз көріп жүрсіздер. Алланы ұмытқан адам қайда баратынын. Бақыт іздейді. Бақытты кім береді? Рызық несіп іздейді. Оны кім береді? Оны таспенен ақша бермейді. Оны сіздің бастығыңыз бермейді. Оны сіздің мансабыңызбенен иығыңыздағы погон бермейді. Рызық несібені Алла береді. Алладан қорқыңыз, қалғанын бәрін бермей ме Аллах? Ал Алланы ұмытқан адам өмір бақи Алладан өзгеге құл болады. Кейбіреулер мақтанады: "Ей, бейшара мұсылман, сен өздеріңді құл дейсіңдер, біз азатпыз" дейді. Қаяқтың азаты? Құл болғанда біреу емес, бірнеше затқа құл ғой олар. Қатынға да құл, ақшаға да құл, бастығына да құл. Соған дейін баратын бауырларымыз да бар. Халайық. Міне қандай адамды қандай алып барады Құдайын ұмытқан нәрсе. Ол адамның өмірі таршылықта өтеді, ешқашан маңдайы жарымайды. Өмірінің бағы керек па? Жүректің кеңі керек па? Алланы ұмытпаңыз.